Мұнда көріктеуіш құралдардың түрлеріне байланысты біршама мысалдар берілген. Бірге назар аударайық. Менен бұрын комментарийді айтып отырсаңдар болады. Қараңдар, көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады дейді. Мұнда біз мән беруіміз керек нәрсе. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып дейді, өзіне де билетпейді, бойды шымырлатады, буынды құртады, және көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады дейді. Мына екі қатарды бөлек белгілеп алсақ болады, және мұнда менің нем қайда, белгілеуім қайда. Қазір бір минут. Өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып дейді. Яғни, бірінші өзіңді билетпейді, денең өзіңе өзің бағынбайды, және бойың шымырлайды, одан кейін буынды құртады дейді. Яғни, сөйлем бірінен кейін бірі дамып бара жатыр. Байқасаңдар. Я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады дейді. Бұл жерде не бар? Градация бар. Тамашағындар. Келесі. Ау қызғыш құс, қанатың қатты, мойның бос. Ау қызғыш құс, ел қорғаны мен едім, мен де айрылдым елімнен, көл қорғаны сен едің, сен де айрылдың көліңнен, сені көлден айырған лашын құстың тепкіні, мені елден айырған хан жәңгірдің екпіні дейді. Назар аударыңдар. Елдің қорғаны мен едім, ал көлдің қорғаны сен едің дейді. Көліңнен сен де айрылдың, елімнен мен де айрылдым. Ал сені көлден айырып тұрған лашын құс, мені елден айырып тұрған хан жәңгір. Ұқсастықты байқадық па? Мұнда Махамбет пен Жәңгір ерекше аталып тұрған. Кешіріңдер, менің қолымда қазір мышка жоқ. Мынау Жәңгір, дик, жоғарыда қызғыш құс пен лашын. Көрдіңдер ма? Мына икісі. Қызғыш құс пен лашынның басында болып жатқан жағдай төменде Махамбет пен Жәңгірдің басында да болып жатыр. Осы Махамбет өзінің басында болып жатқан оқиғаны, сезімді дәл осы қызғыш құс пен лашын құстың арасындағы жағдаят арқылы жақсырақ жеткізе алып тұр. Көбірек эмоция қоса алып тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Бұл не екен? Психологиялық параллелизм екен. Келесі, үшінші тапсырма. Көптің күші көлдей ғой. Бұл жерден қандай көріктеуіш құрал көріп отырсыңдар? Я, жоғарыда сендер жақсы байқадыңдар. Ау қызғыш құс дегенде жай қайталау бар. Жай қайталау бар, және не бар екен? Параллелизм психологиялық деп аталатын түрі бар екен. Көптің күші көлдей ғой. Көлдей. Тамаша. Бұл теңеу болады мұнда. Жазып кетемін астына, сендерге ыңғайлы болсын. Параллелизм және жай қайталау бар. Келесі. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ақыл аспен тоғылды. Бұл жерден қандай көріктеуіш құрал байқап отырсыңдар? Ерекше акцент қою керек. Балалар. Кел, балалар, оқылық. Тамаша. Енді сұрақ, арнаудың қай түрі? Жарлай арнау, зарлай арнау, сұрай арнау. Сұрақ бар ма мұнда? Зар бар ма? Тамаша. Жарлай арнау. Жеке адамға немесе көпшілікке арналатын болса, бұл арнаудың жарлай деп аталатын түрі дедік. Тамаша, жақсы таптыңдар. Келесі, шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ, қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалды, ой желкен үреген болса сағақтай. Бұл жерде бірнеше көріктеуіш құралдар бар. Шоқпардай. Бұл бізде теңеу. Қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы, ой желке. Қандай желке? Ой желке. Қандай мойын? Қой мойын. Қандай жақ? Қоян жақ. Қандай қабақ? Бөкен қабақ. Демек, бұлар эпитеттер. Ой. Келесі.
Қасқа бұлақ қасыңнан неге кеттім, не деген жел айдаған көбелектім дейді. Бұл жерден қандай көркеуіш құрал байқап отырсыңдар? Көбелекпін. Мен көбелекпін. Жел айдаған көбелекпін. Жай ғана көбелек емес. Демек, бұл метафора екен. Метафораның жасалу жолдарының екінші жасалу жолында да көрсеткенбіз. Жіктік жалғау арқылы, тәуелдік жалғау арқылы жасалатын. Мен көбелекпін, мен жел айдаған көбелекпін, сен жел айдаған көбелексің. Келесі, бұзау түс қамшы құйрығын шаншып алып қайқайып барады дейді. Бұл жерде қандай көріктеуіш құрал көріп тұрсыңдар? Риторикалық сұрау да бар. Жақсы айттың, Ағдыр. Тамаша. Бұзау түс қамшы. Бұл жерде сарказм жоқ, қыздар. Бұл жерде эпитет бар. Бұзау түс қамшы. Қандай қамшы? Бұзау түс қамшы. Жай қамшы емес, бұзау түс қамшы. Тура мағынасында бұзаудың тісі қамшы бола ала ма? Жоқ. Бұл жерде белгілі бір нәрсе ұқсатып тұрғандығын байқауымызға болады. Келесі, ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мұқау танымас тірі жанды дейді. Үсті басы ақ құрау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұл жерде қандай көріктеуіш құрал бар? Кейіптеу бар, тамаша. Ал енді сұрақ, кейіптеу қандай көріктеуіш құралдың ішіне кіруші еді? Ажарлау ма, құбылту ма, әлде айшықтау ма? Дұрыс айтасың. Құбылтудың ішіне кіреді. Келесі сұрақ, жас қатындар жыртылған жамай дүйін дейді. Бұл жерден қандай көріктеуіш құрал байқап тұрсыңдар? Жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Жақсылап назар аударыңдаршы, бірдеңе дұрыс емес. Жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Жақсы. Дұрыс. Бұл жерде инверсия бар. Сөйлемнің дұрыс нұсқасы жас қатындар жыртылған үйін жамайды болу керек. Көрдіңдер ме? Ал мұнда жамайды етістік сөйлемнің орта тұсында тұр. Келесі, хан емессің, қасқырсың, қас албасты бастырсың, достарың сені табалап, дұшпаның сені бастырсың дейді. Хан емессің, қасқырсың. Мен оны қасқырға ұқсатып тұрмын. Бұл қандай көріктеуіш құрал? Жоқ. Бұл теңеу бола алмайды. Теңеу болу үшін оның біз үш жасалу жолын көрсеттік. Дайдей, тайтей, шашы, немесе сияқты секілді деген сөздер болу керек. А бұнда хан емессің, қасқырсың. Сен қасқырсың. Демек, метафора болады. Келесі. Не болды мұнша саған бұзылып? Өлтірдің ғой мына сорлы анаңды дейді. Қандай көріктеуіш құрал байқап тұрмыз? Не болды мұнша саған бұзылып? Өлтірдің ғой мына сорлы анаңды. Қыздар, жігіттер, бұл жерде инверсия бар. Сөйлемді себеп түзей аламыз біз. Риторикалық сұрақ та бар. Тамаша. Енді сөйлемді түзеп көрейік. Орындар ауысып кеткен сөздерді орын алып келейік. Кәні жасап көрейікші. Менен бұрын. Саған мұнша бұзылып не болды? Тамаша, мына сорлы анаңды өлтірдің ғой. Өте керемет. Сөйлемнің дұрыс нұсқасы бұл. Келесі. Келеді желдей зуылдап, жеткізбейді шұбар ат дейді. Бұл жерде екі көріктеуіш құрал бар.
Теңеу. Тамаша. Тағы не бар? Желдей теңеу. Керемет. Бұл жерде инверсия бар тағы. Өйткені сөйлемді біз түзей аламыз. Желдей зуылдап келеді, шұбарат жеткізбейді. Немесе шұбарат желдей зуылдап жеткізбей келеді. Көрдіңдер ме? Мына қайталау, арнау, кеше біз қарастырған аллитерация, ассонанс, анафора, эпифора деген көріктеуіш құралдардың түрлері әдетте батырлар жырында, ғашықтық жырларында, көне халық ауыз әдебиетінде көптеп кездеседі. Сондықтан мына жерде байқап тұрсыңдар, бұл да халық ауыз әдебиетінен батырлар жырынан алынған ішінде. Келесі, ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар, ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Бұл жерде екі күртеуіш құрал бар. Ашу деген ағын су дейді. Ашуды ағын суға ұқсаттық. Демек, бұл метафора. Және ешқандай жалғаусыз жұрнақсыз ұқсаттық. Кесіп айттық, дефис арқылы айттық. Алдын ашсаң арқырар, ақыл деген дария дейді. Бұл да метафора. Дәл жоғарыдағыдай үлгімен жасалған. Алдын тоссаң тоқырар. Тағы не байқап тұрсыңдар? Керемет. Ассонанс. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар, ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Сөйлемдердің соңы, сөйлемнің басы түгелдей дерлік дауысты әріптерден басталып тұр. Келесі, түніменен түйіндік, таң атқанда тарандық, таң ағарып атқан соң төңірек жаққа қарандық. Бұл жерде қандай көріктеуіш құрал бар? Аллитерация бар. Тамаша. Келесі көріктеуіш құрал. Сөз жаңбыр, даусым дауыл, әнім ескек. Өте жақсы. Сөзді жаңбырға ұқсаттым. Дефис арқылы кесіп айттым, нақты айттым. Сөз ол жаңбыр. Даусым ол дауыл, әнім ол ескек. Демек, бұл үш қатарда бізде метафора бола алады. Ойнақтап басыла айна желдедік дейді. Келесі. Көрінсін бір жан салға ай секілді, ақ құйрық көңіл ашар шай секілді, ұсынса қол жетпейтін арғымағын бір жанға баламаймын тай секілді дейді. Бұл жерде де бірнеше көріктеуіш құралдар табуға болады. Тамаша. Ай секілді бізде теңеу, шай секілді, тай секілді, бұл үшеуі де теңеу. Басқа не байқадыңдар? Ұсынса қол жетпейтін арғымағым. Қол жетпейтін арғымағым. Бұл жерде Сара мен Біржан екеуінің арасындағы айтыстан алынған үзінді ғой. Сара өзінің күйеуін қол жетпейтін арғымаққа теңеп тұр, арғымаққа ұқсатып тұр. Бірақ қандай жол арқылы ұқсатып тұр? Және бұл қандай көріктеуіш құрал бола алады? Аққұйрық эпитет. Тамаша. Көңіл ашар шай да дәл осылай. Тағы не бар? Сарказм, ирония бар. Өте жақсы. Тағы ұсынса қол жетпейтін арғымағым. Менің арғымағым. Қол жетпейтін арғымағым. Метафора, қыздар. Тамаша, Дана. Метафора. Тәуелдік жалғау арқылы жасалып тұрған. Келесі. Сарыарқаның бір тауы бар сымбатты. Сол таудан сен сыр тауып ал қымбаттым. Тамаша. Бір тауы бар. Келесі тармақта тағы бір тауы бар. Сол таудан сен сыр тауып ал. Мұндағы сыр тауып ал тармағы келесі тармақтың басына тағы қайталған. Бұл еспе қайталау екен. Келесі 18-ші сұрақ. Қасымдағы 40 жігіт суыралмады оғымды. Тасқа кірген тартқанда дейді. Қандай көріктеуіш құрал көріп тұрсыңдар бұл жақтан? Қасымдағы 40 жігіт суыралмады оғымды. Тасқа кірген тартқанда. Тамаша, инверсия. Енді кеттік, бұл сөйлемнің дұрыс нұсқасын жазамыз. Қасымдағы 40 жігіт тасқа кірген оғымды тартқанда суыра алмады.
Инверсия сөйлем сөздер арасында орын ауысып кеткен. Немесе қасымдағы қырық тартқанда тасқа кірген оғымды суыра алмады. Бұлай да болады. Екеуінен де қателеспейміз. Келесі. Желп-желп еткен алату, жиырып алар күн қайда, орама мылтық тарс ұрып, жауға шабар күн қайда. Бұл жерде қандай көріктеуіш құрал бар? Риторикалық сұрақ. Тамаша. Ақын бұл өлеңі арқылы бізден ешқандай жауап күтіп тұрған жоқ. Тек өз ішіндегі эмоциясын, өз ішіндегі сезімдерін айтқысы келіп тұр, әсерлі етіп жеткізгісі келіп тұр. Сондықтан бұл риторикалық сұрау болады екен. Жақсы, тамаша. Егер сұрағымыз болатын болса, тағы да басқа осында қалдырсақ болады. Мен мұны жұмысты каналға салатын болам. Қазір сабақтарды сақтап, міндетті түрде салам. Дәл қазіргі практикалық сабақ та сақталады, алдыңғы теориялық сабағымыз да сақталады. Тек қазір сұрақтарым болса қойсаңдар рұқсат, және телеграм каналда да сендерге мен кеше ескерттім ғой, алдыңғы сабақтың барысында комментарий сендер үшін ашық, кез келген уақытта сұрақтарыңды қалдырыңдар деп. Түсінген болсақ, бүгінгі сабақта ешқандай сұрақ қалмаған болса, чатқа бір белгі қалдырсаңдар, плюс немесе түсінікті деп жазып кетсеңдер. Жақсы, тамаша. Ендеше жақсы, келесі сабақта көріскенше, келесі сабақтың басында мен квиз дайындап қоямын. Біз бұйырса, біз екінші сабақты қазір аяқтап отырмыз. Үшінші сабағымызда абай жолын бастаймыз. Абай жолын бастардың алдында бір 10 минуттай арнап сендерге квиз дайындаймын осы көріктеуіш құралдардан. Сол үшін қайталап, осыған дейін өтілген тақырыптарды бірнеше рет мүмкіндігінше практикалық жұмыстар жасауға тырысып отырайық. Және абай жолының мен несін жіберіп қойғам, сендерге документін жіберіп қойған болатынмын. Қазір бастай беремін дегендеріңе ешқандай қарсылығым жоқ. Қазірден бастап оқи берсеңдер болады. Бар болған 90 бет. Біз ол үш сабаққа бөлеміз де 90 бет өтеміз, және сол 3 сабақтың ішінде аяқтап үлгеруіміз керек. Сондықтан барынша өздеріңді қолға алып, алға түсіп кете берсеңдер тіптен жақсы болады. Ендеше сау болыңдар. Келесі сабақта көріскенше, бүгінгі сабақта сендердің белсенділіктеріңе үлкен рахмет айтам. Көріскенше.